Сәлем достар, баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Гүлбану. Бүгін сіздермен песочный печенье дайындайтын боламыз. Бар жоғы 15-20 минутта тез дайын болады. Менің видеоның соңына дейін қарап, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен електен өткізілген ұн қажет болады. Үстіне шекер, тұз салып араластырамыз. Үстіне салқын сармайымызды салып аламыз. Қолымызбен осылай үгітеміз. Бір дана жұмыртқамызды салып, жұмсақ қамыр дайындап аламыз. Дайын болған қамырымызды екіге бөлеміз. Жартысына какао ұнтағын салып, шоколадты қамыр дайындайтын боламыз. Дайын болған қамырымызды пленкаға орап, аздаған уақытқа қалдырып қоямыз. Домалақтап қамыр жайып аламыз. Үстіне шоколадты қамырды төсеп, төрт бұрышты етіп мен кесіп алдым. Дайын болған қамырымызды осылай домалақтап рулетик тәріздес етіп, домалақтап орап аламыз. Осылай мен жіптің көмегімен кесіп алдым. Сіздер пышақпен кессеңіздер болады. Маған осы ыңғайлы болды. Міне осылай барлығын кесіп, табамызға салып 15-20 минутта пісіріп аламыз. Міне достар, осындай песочный печенье дайын болды. Назарларыңызға үлкен рахмет. Менің видеом ұнаса, сіздерге тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.